10 ғасырдың екінші жартысында Болғанияздың шайқасқан жері одан қалды. Кешегі совет үкіметі орнағасын қызылдардың келіп, байларды, молдаларды, бандаларды ұстау бойынша арнайы Петисов дейтін ОГПУ-дың бастығы болған. Осы Маңғыстауда, сол осы Қарағандыға келіп, бандаларға қарсы, бандаларды жою жөнінде осы араға келіп, Мырзалы дейтін хан болған. Тілеумағамбетұлы осы арада 400-500 әскеріне қарсы алып, осы жерде шайқасқан жер деп айтады. Жалпы енді мынау қазіргі біздің бұрынғы зерттеу нәтижесінде қазір осы Шүңкілдек қауымында Петисов дейтін жазу сақталған, және қызылдардың бұрынғы советтің жұлдыз белгісін қойған тасқа қашан. Жалпы Петисовты осы шайқаста қызылдардың келіп осы арада шайқасып, Петисовтың бандылардың қазіргі банды деген атақ біздің нағыз өзіміздің ата-бабаларымыз ғой, батырлар. Солардың оғынан ұшып мерт болған жері. Және осы жерде қайтыс болып, осы сайдың ішінде осы жерде бір үлкен жылға сай бар, Шүңкілдек дейтін құдық болған. Сол құдық қазір көміліп, орны сақталмаған. Жалпы сол жерден қайтыс болып, осы жерге сүйреп алып келіп, осы тамға сүйеп кетті деген деректер бар. Және де акттар бойынша оқ кеудесінен тиіп, жауырынан тесіп өтіп шыққан дейді. Енді мынау 31 жылы шілде айында екен, 24-25 күні осы арада қайтыс болған жері. Петисовтың осы Шүңкілдек жеріндегі мына бір жерде бір жылға сай болып, соның бойында оққа ұшып, сол жерден осы жерге, осы қауымның шетіне алып келіп, сүйреп алып келіп, осы тамға сүйеп кеткен екен. Мына там 20-шы ғасырдың 1921 жылы салынған там екен. Яғни Петисовтың өлер алдындағы 10 жыл бұрын салынған там екен. Өйткені мұнда 1921 жылы деп арабша және кириллицамен цифралар жазылған. Қазір осы араны толықтай зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Енді ақсақалдардың айтулары бойынша Алшын Меңдалиев деген кісі болған. Ол да осы жаңағы Петисовтың отрядында бірге келген, және осында шайқасқан адамдардың біреуі айтқан уақытынан бұрын келіп, осы арада шайқасқан жер деп айтады. Яғни осы жерде жаңағы адайдан хан сайланған, осы көтерілістегі Мырзалы хан деген кісі де осы арада жерленген. Осы қауымнан бір төбенің басында жүрген. Жалпы осы жердің аты Қаражар, Қараған босаға деп аталады. Күні бойы болған атыс кешке дейін жалғасып, біріншісі енді фронт деп айтылады. Яғни мына қазір Қараған босаға жерінде Ебелектің елу аңғары деп аталатын жер, Шүңкілдек құдығының маңында тікелей қызыл отрядқа шабуыл жасалады. Оны енді Мырзалының өзі басқарады. Кешке дейін созылған бұл ұрыс күнінде, 25 күнінде екі жақтан да ешқандай нәтиже болмай, бірінші күні Петисов қаза тапса, екінші күні көтерілісшілер тарапынан Мырзалы хан қаза табады. Оны сол кезеңдегі взвод басшысы Жиен Шораев дейтін қызыл әскер, яғни қызыл әскердің офицері өлтіреді. Қазіргі таңда біз енді осы көтеріліс бойынша ұсталғандар, қамауға алынғандар, сотталғандар, түрмеде қаза тапқандар, ұрыс даласында қаза тапқандардың аты жөндерін анықтап, зерттеп, соларды ақтау мәселесі бойынша жұмыстармен айналысып жатырмыз. Қазірдің өзінде осы адай көтерілісіне қатысып, айыпталған, ақталмаған 47 адам, ұрыс даласында қаза тапқан 9 адамның тізімі ақтау үшін ұсынылды. Әрине бұл тізім өте көп, әлі зерттеу үстінде, зерттеле береді, және осы қазақтың тәуелсіздік үшін, жер үшін, ел үшін қаза тапқан ата-бабаларымыздың атын ақтап аламыз деген қызметімізді тоқтатпаймыз.